Қайырлы күн. Баршаңызға мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ошақта дәмләма пісіреміз. Осындай біз природаға шыққанбыз. Ошаққа мән бермеңіздер. Кәдімгі біздің ошағымыз емес, осындай зона отдыхада бір жасалынған не екен. Ыңғайлы сияқты. Осыған қазанымызды қойдық. Қазанымыз қызғасын. Ішіне 350-400 граммдай май құйдық. Астында от әдемі жанып жатыр. Енді қазір майы қызғасын, етін саламыз. Міне майымыз қызды, енді етімізді саламыз. Менде жас малдың еті, қойдың еті. Барлық еттер сала беріңіздер. Осы видеоны қарап отырып, мен сіздерге айтып жатқан сияқты, сіздерге жасап жатқан сияқты елестете беріңіздер, сол кезде оңай болады. Шамамен 4-5 килодай ет, 5 кило шықпайтындар 4-4,5 килодай ет. Ошағымыз енді ыңғайсыздау, түкелі бұрқырап, жан-жағынан шықтық, бірақ жақсы пісіп тұр. Болды, енді осы етімізді суы сорғығанша қуырамыз. Яғни еттің үстінен овощтардың бәрін сала салсақ, еттің көбігі шығып, дұрыс болмай қалады. Негізінде дұрыс піскен еттің технологиясы әбден майға қуырып, көбігін сол майға кетіріп алу керек. Қазір қақпағын жауып, өзінің суында әбден қақтырамыз. Астындағы оты қатты болып тұра береді. Қақпағын әкеліп жабыңдар. Болды қыздар, мына қараңыздар, суы тартылды, етіміз енді піскен жоқ, бірақ жартылай жұмсарды, бұлдырап әлі пісіп тұрған жоқ, Енді осы қосып бастаймыз. Менде яғни жартылай піскен сиырдың деп қойдың қарнын қосып жіберейін деп жатырмын. Етті тұздадым, еттің өзіне жететін ғана тұз салдым. Солай әр салған затыңызға өзіне шақтап тұз салсаңыз, осындай үлкен көлемде тамақ жасаған кезде ұстасаңшы қызым. Осы үлкен көлемде жасаған кезде тұзынан шатыспайтын боласыздар. Енді біз пияз, сәбіз, ондай-мұндайларымызды өстіп прям ірі-ірі турап сала береміз. Майда пісіп қоймаңыздар. Бізде қазір 1 сағаттан аса бұқтырылып тұратын болады. Сондықтан егер майдағы турап салып қойсаңыздар. Пияз аз болып қалыпты негізі. Тағы да бір 2 пияз аршып жіберші. Маки. Және болгар бұрышында осылай. Үлкен қыздар. Обязательно сәбізді де қараңыздар. Сол кезде етпен бірдей болып сәбіздеріңізде барлығы етпен бірдей болып, езілмей, тамақтарыңыз күшті, аппетитный өксетін болады. 4 сәбіз жетті, мен ойымша жеткілікті, сәбіз онша көп жей бермейді. Болгар бұрыштарымыз жұмсарып, көлемін жоғалтатын болады. Бір болгарский бұрыш қалды, Негізі бас аяғы 4 болгар бұрышын салды. 2 жасыл бұрыш және 2 қызыл бұрыш. Чеснок салып жібереміз. 2 бас чеснок кетті сам шамамен. Қазір 2 пиязымды тұрайын, сосын помидор қосам. Ал мінекей қыздар ары қарай жалғастырамыз. Жаңағы 2 пиязымызды қосымша тұрайыз. Басыларды. Қазір свежий овощтар не тұрғасын, как будто картошкасы сыймай қалатын сияқты. Сондай болып тұр дегенмен басылады. Помидорды осылай әрі тұрып саламыз. Помидордың суы бізге керек. Бізде байқадыңыздар, астында су қалған жоқ. Осы көкөністерден шыққан су бізге әбден жеткілікті болады. Артық су қажет жоқ. Енді оттарыңыз қатты жанып, асты күйіп бара жатса, онда су қосасыздар. Ал егер отын баптап, астын жай қойсаңыздар, онда судың қажеті керек болмайды. Помидордан да бір 4 помидор тураймыз. Болды. Қазір тұздаймыз.
етіне біз өзіне жеткілікті тұзын қосып қойдық. Енді мынау салған көкөністерімізге, өздеріңіз көз мөлшеріңізбен мен салған көкөнісіме осынша тұз жетіп қалу керек. Лавр жапырағын саламыз бір. Осылай 2, 3, 4 ма, 5 сала салайық жарайды. Біз лавр жапырағы. Енді астын үстіне шығарып бір араластырып алайық. Уже борқылдап, мынау күші жетіп жатыр. Уже көкөністердің суы шығып, байқап тұр. Енді қазір картошкамыз саламыз, картошканың үстіне капустамыз саламыз, сонымен болды. Тұзын салып болдық. Енді осылай ұнамаса алып тастайсыздар. Мен өзім жақсы көремін зеленді. Ұнамаса зеленді алып тастайсыздар. Ыңғайлы болады. Осылай бүтіндей қоя саламыз. Енді үстінен бүтіндей картошкаларымызды саламыз. Картошкаларымызға арнап тағы да тұз себеміз. Өзіне жеткілікті еді. Қазір 1 минут балым. Енді осының үстінен капустамызбен жауып шығамыз. Әрі салыңыздар. Өте андай жас капустамен күшті шығатын негізі осындай жұқа нелері. Сочный болды. Енді капустамыз салдық. Капустамызға арнап кішкене ғана тұз себеміз болды. Қақпағын жабамыз. Мінекей қақпағын жаптық. Қыздар, енді осы күйінде астындағы отын баптап, не қатты емес, не слишком жай емес, бір ортаса, бір балында пісірсеңіздер, 1,5 сағат тұрса, ешқандай сусыз, өзінің солымен әдемі пісетін болады. Жаңағы айтқандай, егер арасында бір ашып қарап қойыңыздар, егер асты күйіп барады, суы аз болып баратса, өзі білінеді, ондай болатын болса, кішкене су қосып жіберіңіздер. Болды, енді 1,5 сағаттан кейін ары қарай көрсететін боламын. Ал енді қыздар, мінекей біздің тамағымыз дайын болды. 1 сағат 40 минуттай тұрды негізі. 1 сағат, жарты сағат пісті де, сонымен тағы да 10-15 минуттай өзінің шоғында тұра берді. Ешқандай қозғаған жоқпын. Просто мынау шетінен суы соғы қанша мөлшерде екен көріп тұру үшін мынау шетінен қарап тұрдым. Болды. Абылай тамақ қозғалған жоқ, пісіп тұр осылай. Енді қазір тарелкамызға салып бастаймыз. Капустасы әдем болып пісіп тұр. Капустасы бетінде буға піскен сияқты болып көрінгенмен, қазір астындағы согымен араласып, дәмі күшті болады. Егер мынау капустасы согымен бірге піссін деп араластырып жіберсеңіздер, мынау картошкасы бәрі езіліп кететін болады. Сондықтан осындай сондықтан осылай буда піскен сияқты болып тұрады. Согымен араласып күшті болады негізі. Енді картоптарын өстіп біртіндеп аламыз. Картоптарымыз әдемі піскен, және бір жері езілмей піскенді. Егер бұны қозғасам, бір рет араластырсам да, уже сынып езіліп кететін еді. Осы қозғамағанның арқасында бүтін болып тұр. Және салған кезде де өстіп біртіндеп салып шығамыз. Қазір енді мынау екіншісін істеп алайын. Екінші табақ балдарға деп не қылады, олар онша капустасын жемейді. Мына уже байқап жатсыздар ма? Мына жақта уже картошкаларым езіліп жатыр да. Зеленмен алдында айтқандай алып тастасаңыздар болады. Зелен жақсы көрмейтіндерге өте ыңғайлы да. Мынау қарын күшті пісіп тұр. Өзі азғантай ғана бір жас тоқтының еті, қарны, сондықтан кішкентай ғана бір тамаққа совсем дәмі де шыққан жоқ.
Болды. Енді мынаның астындағы етін қараңыздар, қалай күшті піскен, салынып тұр, салынып. Мынау менің нем кепсер деп айтамыз біз. Осы кепсерін кішкентай болып тұр. Үлкендеу кепсер болса, көп қозғай бермей, бірден көп етті алып салынса жақсы болады да. Ет те қозғаған сайын есіне сылынып түсіп қалып жатыр. Телефон бастайды. Осы екі тарелкаға бөліп сала берек. Ой, мынау қарны вообще. Ана жақындатып түсіріңізші қарнын. Енді қарын жақсы көретін кісілерге көрсетіп жатырмын. Осылай жасасаңыздар күшті болады. Сөз жоқ қыздар. Сәбізін салайық бізде. Үлкен табаққа жіліктерін салайық. Ой. Не қойымыз жер салайық. Аружан қайда? Балдарға тағы да етті жерлерін салып жатырмын сендерге. Сәбізін жақсы көріп жатса. Мынау суынан обязательно күн жіберу керек. Мына қараңыздар, мына түбі енді кішкене ғана не қылған. Бұл бағанағы мен егер 1,5 сағат қайнаған кезде сразу алсам, асты жабыспайтын еді точно. Бұл астындағы шоғымен біраз түртті, сондықтан жабысты деп ойлаймын. Бар тәттісі осы майында ғой. Нан батырып жесе, енді күшті болады. Болды, мен аппақ қазаным, қап-қара қазан болды. Қазір бана бір салфетка бар еді, бумажный. Енді обязательно пияз берем, біз өстіп жақсы көреміз. Сендерге де себе берейін ба? Болды. Салфетканы ана жаққа алып кетті деймін, жарайды сүртеміз. Біз природада жүрміз, ешнәрсе емес. Мінеке қыздар. Өте керемет природада, қазанда, ошақта піскен бақтырма. Баршаңызға ас болсын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Баршаңыздың көңілдеріңізден шықты деген үміттемін. Және де осындай рецепттер көп болып тұрсын десеңіздер, лүпіл басып, коммент жазып, менің каналымды қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Алла қаласа сіздермен бұдан да күшті неше түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Қыздар, ас болсын, бүгінгі бұқтырмам ерекше бір дәмді болды. Негізі ошақта піскен тамақты жақсы көремін ғой, өздеріңіз байқайтын шығарсыздар. Сіздердің аппетиттеріңіз ашылса, реакцияларыңызды аямай жіберіңіздер.